Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін өте жіңішке әрі өте дәмді болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Бізге керекті ұнның үстіне тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бір ас қасық ашты саламыз. Жылы су құямыз. 4 ас қасық сұйық май қосамыз. Ары қарай жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа қойып қоямыз. Ары қарай салмамызды дайындаймыз. Бізге керекті қызанақ пен шұжық. Оны видеодағыдай жіңішке қылып турап аламыз. Ары қарай томатымыздың бетіне 1 ас қасық су құйып араластырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырымызды жіңішке қылып жайып аламыз. Оны табамызға салып, үстіне томат жағамыз. Бетіне үкіштен өткен ірімшік сүйіп шығамыз. Ары қарай бетіне шұжық пен қызанақ